Бірінші тапсырма. Есепті шығар. Екі фермер бидай өсірді. Бір фермердің егін алқабындағы бидайдың түсімділігі 14 центнер гектарына, ал екіншісінікі 19 центнер гектарына. Егер олардың әрқайсысы бірде 5320 центнерден бидай алған болса, онда екі фермерге бөлінген жердің ауданы қандай? Біз егістіктің ауданын табу үшін түсімнің массасын түсімділікке бөлеміз. Яғни, бірінші фермердікін тауып аламыз. 5320 бөлу 14. 53-тен қайырамыз. Біз 14-ті жіктейік. 10 және 4. Енді осыны 4-ке көбейтіп көрейік. Тең 40, тең 16. 40-қа 16-ны қоссақ тең болады 56. Яғни 56 53-тен үлкен болғандықтан 3 деген санды таңдайтын боламыз. 3-ті 4-ке көбейтсе 12, екісін жазып 1 ойда. 3-ті 1-ге көбейтсе 3, ойдағымен 4. Азайтамыз. 3-тен 2-ні азайтса 1, 5-тен 4-ті азайтса 1. 2-ні түсіреміз. 112-де неше 14 бар. 4-тің көбейту кестесінде 2-мен аяқталатын қандай сан бар? Ол бізде 3, ол өте төмен болады. Және 8. Яғни біз 8-ді істейміз. 8 4-ке көбейтсе 2, 32. Екісін жазып шойда. 8-ді 1-ге көбейтсек 8, ойдағымен 11. Азайтсақ 0. Бізде 0 қалдық шықты. Жауабы 380 гектары. Бұл бірінші фермердің егіс алқабы. Әрқайсысы бірдей 5320 центнерден бидай алған болса деп тұр. Яғни бұл түсімнің массасында түсімділікке бөлеміз. Яғни екінші фермердің түсімділігіне бөлейік. 5320 бөлу 19. 53-тен қайырамыз. 2 болады. 2-ні 9-ға көбейтеміз. 8, 18. 8-ін жазамыз 1 ойда. 2-ні 1-ге көбейтеміз. Ойдағымен 3. Азайттырамыз. 13-тен 8-ді азайтамыз. 5. 4-тен 3-ті азайтамыз. 1. 15. 152. 152-де неше 19 бар? 2-мен аяқталатын 9-дың көбейту кестесіне қандай сан бар? Бұл әрине 72. Оның көбейтіндісі 8. 9-ды 8-ге көбейтеміз. 72. Екісін жазамыз 7 ойда. 8-ді 1-ге көбейтеміз 8, ойдағымен 15. Яғни бізде дұрыс шықты. 0-ін тіркейміз 280 гектар. Ал енді бізде онда екі фермерге бөлінген жердің ауданы қандай? Яғни бізде жалпысын табу керек. Сондықтан 380-ді 280-ге қосамыз. 0-ге 0-ді қосамыз 0, 8-ге 8-ді қосамыз 16, 6 түсіп 1 ойда. 3-ке 2-ні қосамыз 5, ойдағымен 6. Бізде 660 шықты. Жауабы 660 гектар.